сабақтың мақсатында барлық оқушылар, көпшілік оқушылар, кейбір оқушылар деп біз 3 мақсат жазғанда, сонда ана үстінде тұрған оқу мақсатының үшеуін астына кезек-кезек жаңағы біріншісіне, екіншісіне, үшінші кейбір оқушылар деген мақсатқа жазып қойып жататын, кейде қателіктер туындап жатады. Соны өзіңіз ашып айтып кетсеңіз, ол қалай болған дұрыс негізі? 3 мақсат бергенде. Айттым ғой, мынау оқу мақсаты бұл міндет. Егер сіз бүгін сабақта бір оқу мақсатын немесе 2, немесе 3 оқу мақсатын таңдап алдыңыз ба, бұл барлық оқушылар үшін міндетті. Бұл мемлекеттік стандарт. Сонда бізге мемлекет мына оқу мақсаты арқылы айтып тұр, мынаған барлық оқушылар жетуі керек, барлық оқушылар. Ал басым бөлігі және кейбір оқушылар жете ме, жетпей ме, ол мұғалімнің құзырында дейді. Сондықтан да егер біз 3 мақсат таңдап алсақ, оған барлық оқушылар жетуі керек. Ал егер біз саралайтын болсақ, мақсатты саралайтын болсақ, онда былай болады. Мысалы, 3 мақсат дейік. Бірінші мақсат мынау білу деңгейінде, білу және түсіну деңгейінде, екінші мақсат одан күрделірек қолдану деңгейінде, ал үшінші мақсат мысалы ойлаудың жоғары деңгейі, не талдау, не жинақтау, не бағалаудың біреуі десек. Онда біз былай жасаймыз. Барлық оқушылар сол деңгейде қалуы керек. Яғни бірінші мақсат бойынша барлық оқушылар білет және түсінеді. Кейбір оқушылар қолданады. Басым бөлігі қолданады. Ал кейбір оқушылар, жоқ, екінші мақсат, мен кішкене шатасып айтып тұрмын. Көпшілігі. Мені қараңыз, мен қайттан бастайын. 3 мақсат дейік. Мына мақсатта барлық оқушылар білет және түсінеді дейік. Ал басым бөлігі олар қолдану деңгейіне шығуы ықтимал. Ал кейбіреулері олар тіпті талдау, енді ойлаудың жоғары деңгейлеріне шығады. Талдау, жинақтау немесе бағалау деңгейіне. Енді екінші мақсатты алатын болсақ, екінші мақсат қолдану деңгейінде. Барлық оқушылар қолдану деңгейінде бұл тапсырманы орындау керек. Ал басым бөлігі мүмкін олар талдау деңгейінде. Ал кейбіреулері тіпті бағалау деңгейіне де шығып кетуі ықтимал. Осы тұрғыдан саралауға болады. Бірақ енді мен айтар едім, саралау, мақсатты саралау міндет емес. Міндет емес. Бұл енді кейбір өте мықты мұғалімдер осы мақсатты жаңағыдай саралауына болады. Бірақ мен айтам, осы арқылы мұғалімдер өз жұмысын өздері кішкене қиындатып алады. Неге? Мысалы, егер бір мақсатты саралайтын болса, барлық оқушылар басым бөлігі, көпшілігі деп, онда ол 3 бағалау критерийін туындату керек. 3 бағалау критерий. 3 бағалау критерийіне 3 тапсырма, және де 3 тапсырмаға 3 дескриптор, бөлек-бөлек. Көрдіңіз ғой? Сондықтан да мен айтам, мен ұсынысым мынандай мұғалімдерге. Егер сіз өзіңіздің жұмысын, әрине сіз өзіңіз білесіз, егер мен соған дайынмын, мен соған сондай бір күрделі жұмысқа лайықпын дейтін болсаң, қолымнан келеді десең, сіз оны жасаңыз. Ал егер жоқ, мен мақсатты сараламай қойын десе, онда барлық оқушылар деп қалдыру керек. Ал басым бөлігі және кейбір оқушылардың қажеті жоқ шығар. Бірақ сіз басқа тұрғыдан саралайсыз. Қандай тұрғыдан саралауға болады? Мысалы, нәтиже тұрғысынан. Мысалы, бұл енді қазақ тілі немесе әдебиеті болатын болса, эссе жазамыз. Сонда барлық оқушылар 60, мысалы 6-шы сынып, 60 сөзден кем емес эссе жазады. Кейбір оқушылар 70 немесе 80 сөзден кем емес. Жоқ, басым бөлігі. Ал кейбір оқушылар, мысалы, мен білмеймін, 90 сөзден кем емес эссе жазуы ықтимал. Немесе математикада барлық оқушылар берілген 5 есептің кемінде 2-ін шығарады. Барлық оқушылар. Ал басым бөлігі берілген 5 есептің мүмкін 3-ін шығарады. Ал кейбір оқушылар берілген 5 есептің 5-ін шығарады. Көрдіңіз бе? Біз бұл жерде саралап отырмыз. Нені саралап отырмыз? Мақсатты емес, нәтижені саралап отырмыз. Бұл оңайырақ. Бұл оңайырақ болады. Өйткені мұғалім бір тапсырма дайындайды, бір дескриптор дайындайды. Бірақ оны орындау деңгейлері әртүрлі, қат-қат болады да.
сол 3 деңгейге бөлуге болады. Енді осы жерде саралау туралы айтатын болсақ, бұл жерде әрине оқушының деңгейін міндетті түрде біз қарастыруымыз керек. Өйткені саралау деген не? Саралау деген әр оқушыға сабақ мақсатына жетуге көмектесу, соған жағдай жасау, оқушының ерекшелігімен, оқушының қабілетімен санасу деген сөз бар. Оның темпераметрімен санасу. Мысалы, нені саралауға болады? Жаңа өзіңіз айтқан қолдауды саралауға болады. Мысалы, математикада математик баланы алыстан да қолдауға болады. Ой, біздің Саян қатырады, өзі-ақ мына 5 есептің 5-еуін шығарып, қазақтағы басқа балаларға көмектеседі, тексереді басқа балаларды деп. Ал мысалы, Смайылжан деген баланың қасына отырамыз. Неге? Ол математикадан шорқақ, ол басқа пәннен керемет. Сосын Смайылжанның қасына отырамыз да, оған қолдауды 2-3 минут көрсететін шығармыз. Отырып, онымен бірге жұмыс жасап, оған көмектесіп, оған сұрақ қойып, оны жетелеп, бағдар беріп кететін шығармыз. Сондықтан да саралаудың бұл түрі көп қой, енді саралауға да, тіпті уақыт тұрғысынан да саралауға болады. Қарқын тұрғысынан да саралауға болады, ресурс тұрғысынан да саралауға болады. Мысалы, жаңағы озат оқушыға тіпті ешнәрсе бермесе де болады, сен өзің-ақ интернеттен тауып ал, емаса міне саған мынандай бір ғылыми мақала, осының мына бір 2 абзацын оқы деп, ғылыми мақалалар әлі күрделі болады. Ал жаңағы Смайылжанға мүмкін кішкене оңайырақ мәтін беріп, немесе оған тіпті смартфоннан бір видео көрсетіп, кішкене оңайырақ болсын, жақынырақ болсын деген секілді. Осылай да саралауды жүзеге асыруға болады. Жақсы айттыңыз, рахмет. Енді осы қазір сіздің айтқан берген ақпаратыңыз бойынша өте түсінікті болды деп ойлаймын жас мамандарға. Енді тағы бір өзекті болып отырған бір мәселе, ол кері байланыс және рефлексия. Бізде шатасып жатады. Кері байланыс бергенмен рефлексияны, сол екеуінің айырмашылығы қандай және тиімді сындарлы кері байланыс дегеніміз қалай болады? Соны 1-2 мысалын келтіріп өтсеңіз. Өте күрделі мәселе. Неге десеңіз, мен де байқап жүрмін. Кішкене кейбір мұғалімдер кішкене шатасады. Олар түсінеді. Кері байланыс және рефлексия өте қажет нәрсе. Бірақ шатасып қалады. Әрине біз қалай үйренеміз? Біз біреудің көмегі арқылы үйренеміз. Білетін адамның көмегі арқылы үйренеміз. Мысалы, бала кезімізде біз ересектерге тәуелді болдық. Енді кішкентай бала бір нәрсе жасай алмайтын болса, әрине ересектер оған көрсетеді. Мына кімнің, Выгодскийдің жақын арадағы немесе таяу даму аймағы деген жада, немесе біз бұрын ТДД дейтінбіз, таяу даму аймағы дейтінбіз. Кейін соны 4 әріпке айналдырып жіберді, жақын арадағы даму аймағы деп. Біз бұрын таяу даму аймағы дейтінбіз, ТДА дейтінбіз. Міне сол бойынша міндетті түрде біз біреуден үйренеміз. Қалай үйренеміз? Кері байланыс арқылы. Сонда біз бір нәрсені жасаймыз. Содан білетін адамға, енді алдымен бізді үйретеді, содан кейін біз өзіміз жасаймыз. Выгодскийдің идеясы осы ғой. Жаңа ересектердің көмегімен жасай алатынды бала ертең өздігімен жасай алады деген идея ғой Выгодскийде. Бізді ересектер үйретті, біз оны содан кейін өзіміз жасап көрдік те, ересекке көрсеттік. Дұрыс па мынау деген сөз. Ол бізге айтып берді, мына жерің дұрыс екен, мына жеріңді былай түзеп қой деген сөз. Міне, сонда кері байланыс бізге үйренуге көмектесті. Кері байланыс дегеніміз біреудің жұмысын жақсартуға айтылған ұсыныстар деген сөз. Яғни біреудің жұмысын талдап беру. Мысалы, оқушыға біз тапсырма бердік. Тапсырманы бергенде жалпы сабақта ең бастысы жаңағы айтқандай тәсіл емес, ең бастысы тапсырма. Өйткені тапсырма арқылы оқушы үйренеді, ол тәсіл арқылы үйренбейді ол. Егер тәсіл тек қана құрал, жаңағы тапсырманы орындаудың құралы. Сонда біз оған тапсырманы бергенде тапсырманы орындау 3 кезеңнен тұру керек. Бірінші орындауға дейін. Сонда тапсырманы бердік, содан кейін орындауға дейін олар талқылап алу керек. Не жүктасып, не кішкентай топтасып, не бүкіл сыныппен.
тапсырманы қалай орындаймыз деген сұраққа жауап беру керек. Ол үшін тапсырманың шартын және дескрипторларды талқылап алу керек. Шарт және дескриптор. Міне тапсырмада ең басты осы екеуі. Шарт және дескриптор. Немесе дескриптор жоқ болса критерийлерді талдап алу керек. Мынандай тұрғыда біз тапсырманы қалай орындаймыз деп. Бітті. Балалар жақсы біліп алды тапсырманы қалай орындау керектігін. Енді әдістемеде мынандай ұғым бар. Тапсырманың шартын немесе тапсырманы қалай орындау керектігін дұрыс ұғынған, бұл тапсырманы дұрыс орындаудың 50%-ық кепілі дейді. Балалар алдымен талқылап алу керек. Біз не жасаймыз және мына тапсырманы қалай орындаймыз деп. Содан бір екі оқушыдан сұрауға болады. Ал енді Әсет айта қойшы, қалай тапсырманы орындайсыңдар? Балалар бәрің келісесіңдер ме деп. Ал енді орындаңыздар. Балалар орындайды. Мұғалім не істейді? Міне осы жерде мұғалім қалыптастырушы бағалау береді оларға. Сыныпты аралап жүреді, балаларды бақылайды. Екіншіден сұрақ қояды, үшіншіден көмектеседі, төртіншіден бағыт-бағдар береді, кері байланыс береді. Кері байланыс бергенде сонда кері байланыс, жаңа айттық қой, біреудің жұмысын жақсартуға бағытталған ұсыныстар. Сонда кері байланыс бұл көмекші құрал. Ал онсыз ешкім үйрене алмайды. Үйтетін болса, біз жаңағы білмеймін енді. Қалай болса солай жасаймыз да отырамыз. Міне жасадық деген сияқты. Жоқ, бізге дер кезінде кері байланыс сонда жүре беріледі. Мысалы, мен тапсырманы біз орындап отырмыз, жүре беріледі. Және соңында да беріледі. Сонда мұғалім бізге жүре тапсырманы орындап отырғанда жүре кері байланыс берсе жақсы болар еді. Дер кезінде, иә? Дер кезінде. Сонда кері байланыстың мүмкін кері байланыс екі сұраққа жауап беру керек. Не жақсы, нені жақсарту керек. Мысалы, біз келдікте бір оқушының, жаңағы Әсеттің тапсырманы орындап отырған көрдікті айттық. О, Әсет, жарайсың, мына жер дұрыс екен, ана жер дұрыс екен деп. Бірақ мына жеріңді былай түзете қой деп ұсыныс айтамыз. Жаңа 2 жұлдыз, 1 ұсыныс деген осыдан шыққанға, немесе бутерброд дейміз ғой, жаңа немесе сэндвич дейді. Жақсы жақсарту. Жақсы нені жақсарту керек. Яғни жақсы сын, мақтау сын деп сөйтіп кете береді. Бірақ бұның содан кейін мысалы тапсырманы аяқтадық дейік. Аяқталғаннан кейін қайтадан біз оған кері байланыс береміз. Не біз береміз? Немесе мысалы егер сыныпта 20-30 оқушы болатын болса, мен айтамын, мұғалім ары кетсе бір 7-8 оқушыға ғана кері байланыс бере алады. Мүмкіндігі жетпейді. Сонда не істеу керек? Оқушылар бір-біріне кері байланыс беру керек. Оқушылар жұптасып немесе топтасып бір-бірін бағалау керек. Ал сол бірін-бірін бағалаудың ең тиімді тәсілі осы кері байланыс болады. Сонда кері байланыс біреуге көмектесу деген мағынада, біреудің жұмысын талдап беру. Енді керісінше рефлексия дегеніміз тура осы, бірақ өзіңе өзің жасайсың. Өзіңнің жұмысыңды өзің бағалайсың. Кері байланыс рефлексия тудырады. Мысалы, мұғалім келді де жаңағы Әсетке айтып берді. Әсет, мына жерің дұрыс екен, ал мына жеріңді жөндеу керек, түзеу керек деп. Сонда Әсетте ой пайда, мынау былай екен ғой. Мен мына жерді дұрыс жасап отыр екенмін ғой. Ал мына жерін түзетуім керек қой деген. Мына рефлексия деген осы. Ол өзін-өзі бағалап отыр. Ол өзінің әрекеттерін талдап отыр. Ол өзін-өзі есеп беріп отыр. Мен қай жерді дұрыс жасадым, қай жерді дұрыс жасадым. Ол да былай қарасаңыздар екі тұрғыдан жүзеге асырылып жатыр ғой. Менде не жақсы болды, енді нені жақсартуым керек деген. Сонда жақсы жақсарту, былай қарасаңыз, екеуі де бір түбірлі сөзден шыққан, жақсы деген сөзден шыққан. Бұл жерде жаман деген жоқ. Егер біз төбеден қойып қалатын болсақ, ай, мынауың дұрыс емес. Осыны қалай жасадың, осыған миың қалай жетті деп дүңк-дүңк ететін болсақ, әрине бала сол жерде сынып қалады ғой. Міне, сонда мына үйренудің негізі кері байланыс дедік. Ал жаңа білім рефлексия кезінде ғана қалыптасады. Рефлексия кезінде. Сонда қараңыздар, біз кері байланысты қашан береміз? Жүре, тапсырма орындалып болды, немесе сабақ барысында, және аяғында тапсырма орындалып болды, немесе сабақ аяқталды, сол кезде кері байланыс бере аламыз. Ал рефлексия бұл негізінен соңында беріледі. Тапсырма орындалып болғаннан кейін біз талқыладық.
яғни кез келген тапсырма рефлексиямен аяқталу керек. Балалар тапсырманы орындадыңдар ғой, орындадық. Ал енді көрейікші біздің плюстеріміз қандай, минустеріміз қандай. Енді біз не істеуіміз керек? Қайтадан, не жақсы болды бізде? Неліктен жақсы болды? Нені жақсартуымыз керек? Қалай жақсартуымыз керек деген сұрақтарды біз сол жерде талқылаймыз. Қалай? Мүмкін жаңағы жұптасып, мүмкін топтасып, мүмкін бүкіл сынып болып, рефлексия дегеніміз осы. Және де сабақтың соңында да сол. Балалар сонымен біз бүгін сабақтың мақсатына жеттік пе? Оның дәлелі қандай? Кім қандай дәлел айтады? Мысалы, сіз айтып отырсыз, я мен жеттім бүгін, мен үйрендім. Қайда дәлел? Сонда мына рефлексияда кері байланысты жүзеге талдау арқылы асырылу керек. Әсіресе мен қазір байқап жүрмін. Ал жаңағы Исмайылжан Әсеттің жауабына кері байланыс берші. Исмайылжан тұрады да айтады, Әсеттің жауабы маған ұнады, барлық сұрақтарды талқылады, өте жақсы айтты дейді. Қандай ұсыныс айтасың? Келесіде бұдан да жақсы айтсын. Көрдіңіз ғой, бұл жерде кері байланыста мәселе мынада болу керек. Маған егер кері байланыс беретін болсаңыз, мен екі нәрсені білуім керек. Мен қай жерім, менің жаңағы жұмысымның немесе айтқан жауабымның қай жері жақсы болды, неліктен? Ал екінші, мен енді не жасауым керек? Сонда мен келесі баспалдаққа қалай шығуым керек? Мен өзімнің жауабымды немесе жұмысымды қалай жақсартуым керек деген мағынада. Бұл айтылған жоқ. Сондықтан да дәлел тұру керек. Мына кері байланыстың да, рефлексияның да негізінде дәлел тұру керек. Ал дәлел дегеніміз не? Талдау тұру керек. Талдау дегеніміз дәлел. Сондықтан да жаңағы Исмайылжан Әсетке кері байланыс бергенде былай деп айту керек. Әсеттің жауабы маған ұнады, өйткені біріншіден нақты дәлел келтіреді. Ол мына мәселені өте дұрыс көтерді немесе ашып берді. Екіншіден, мына формуланы немесе мына теореманы айна қатесіз келтірді деді. Сонымен бірге бұл жерден ұсыныс кетеді. Әсет егер өзінің жауабына мынаны қосып берсе, тіпті жақсы болар еді деген секілді ғой. Рефлексия да сол. Рефлексия. Мысалы, бүгін сабақ ұнады ма? Бұл рефлексиялық сұрақ. Ұнады. Жақсы, ризамыз емес. Мысалы, мен қазір бірнеше сабақта болдым, сол кезде байқағаным мынандай. Бағдаршам. Сүйікті. Бағдаршам кеңінен орын алып кеткен. Немесе бас бармақ. Былай көрсін. Ал балалар бір сыныпта, ал балалар енді бүгін не үйрендіңдер, көңіл күйдерің қандай, өздеріңді қалай бағалайсыңдар еді. Рефлексия ол өзін-өз бағалау, ол дұрыс. Балалар бұлай көрсетті. Апай қарады да, ой жақсы, ризамын, 2-ақ бала қызыл, 3-ақ бала сары, қалғандарың бәрің жасыл деп. Ал мен бір мектепте мынаны көрдім. Ұмытпасам, 65-ші мектеп бұл Шымкент қаласында. Балалар тура осылай көрсетті. 7-8 бала сары көрсетті, 3 бала қызыл көрсетті. Сонда апай былай деді, жасылдар, ана сарыларға барасыңдар, сарыларды қаумалап қоршап алыңдар да, қай жерін түсінбей қалды бүгін сабақ, соны түсіндіріңдер деді. Ал мен өзім ана 2 қызылға кеттім деді. Ана 2 қызылға барды, сол 2 қызылды көрсеткен балаларға қайтадан сабақты түсіндіре бастады. Өйткені олар сабақтың соңында бір 2-3 минут уақыты болған. Тура мынау секілді. Балалар, ал жаңағы Әсеттің жауабын қалай бағалайсыңдар? Бәрі былай көрсетті. Неліктен былай көрсетті? Келесі сұрақ осы болу керек. Неліктен? 2 дәлел келтірші. Немесе сабақтың соңында мұғалімдер қымыжыға кері байланыс деп жазып қойғанда, оқушыларға стикер береді. Оқушылар өз ойын жазады. Соң тақтаның қасында алма ағашының сұлбасы тұрады. Барады, соған іліп қояды. Содан кейін шығып кетеді. Сабақ сонымен аяқталды. Талданбай қалады. Талданбайды. Содан мен барамын да оқимын. Не жазады оқушылар? Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Мен бүгін көп нәрсені үйрендім. Апай, сізге рахмет. Осындай сабақтар көп болса екен деп. Барлық жерде солай жазады. Мен айтамын, жоқ, ол жақсы тәсіл, стикерге жазу, бірақ нақты сұрақ. Балалар, бүгін сабақ ұнады ма? Ұнады. Стикерге ұнаған 2-ден кем емес дәлелдеріңді келтіріңдер. Неліктен ұнады? Немесе балалар бүгін қай жерде қиналдыңдар?
ең кем дегенде бір қиналған жеріңіз жазып болды. Ал енді топ ішінде немесе жұптасып бір біріңе оқыңдар деп. Содан кейін ал енді кім айтады? Жетістігіміз қандай болды? Немесе не үйрендіңдер? Немесе қиналған жерлерің қандай болды? Неліктен олай болды? Енді біз не істеуіміз керек деп. Мен содан кейін айтамын, рефлексия деген бұл мыжу. Мыжу. Бұл талдау, талқылау, ал не болды, қалай болды, неліктен олай болды деп түп-тұқиянына шейін жетіп, содан кейін тура мына барып, барлық сұраққа жауап алғанда тоқтау деген сөз. Ал содан кейін мен айтар едім, бүгін бізде Әсет пен Исмаилжан кезекші, екеуің ана 30 стикерді алыңдар да үйде талдап келіңдер. Қанша бала ұнады және неліктен ұнады, соның тура рейтингісін жасаңыздар деп. Ал қанша бала қиындық көрді және қандай қиындық көрді және ол қиындықтарды қалай шешу керек. Ертең келесі сабақтың басында мен сіздерге 3 минут уақыт беремін. 3 минут айтасыздар. Немесе тіпті уақытты жоғалтпау үшін сіздер келесі сабаққа жазбаша түрде әкеліп, болмаса жаңағы сыныптың чатына жазбаша түрде сол есептеріңізді салып жіберіңіздер деп. Сонда біз осындай бір талдау жұмысын жүргізбесек болмайды. Әйтпесе бізде тойдағыдай болып кетеді ғой. Бізде бұның барлығы қайдан келе жатыр? Бізде күнделікті өмірімізден ғой. Біз тойда қандай тос айтамыз, босағаларың берік, шаңырақтарың биік болсын, барған жеріңе тастай батып, судайсың, балдайсың деген секілді. Жалпылама барлығы айтады. Тойда бір 15-дей тос болатын болса, яғни бір 300-дей адам сөйлейтін болса, солардың тең жартысы осындай, одан да көбіз мүмкін, 4-тен 3-і мүмкін осындай бір енді кезекші сөздерді айтатын шығар. Кеше де осыдан 20-30 жыл бұрын айтылатын сөздерді. Соны балалар да өзіміз де тойда көреміз де, сабағымызға алып келеміз ғой. Сол сабақта осындай бір жалпылама сөздер болады. Бүгінгі сабақ маған ұнады, мен көп нәрсені үйрендім. Сабағыңызға рахмет, келесі жолы бұдан да жақсы сабақ болсын деген секілді. Еш нәрсе білдірмейді. Ал кері байланыс және рефлексия бұл бағалау құралдары. Бағалау дегеніңіз не? Бағалау дегеніңіз жұмысты жақсарту деген сөз. Сол біз қалай жұмысымызды жақсартамыз? Өмір салты жақсару, ылғи жақсарып отыру керек. Мен бүгін мына деңгейде болатын болсам, ертең мына деңгейге шығайын. Қалай? Кері байланыс пен рефлексияның негізі арқасында. Ал кері байланыс пен рефлексияның негізінде осындай талдау жатса. Дұрыс айтасыз. Сіздің осы қазіргі айтып отқан мына тәсіліңіз өзіме ұнап қалды. Түртіп алып отырмын, жаңағы алмағашы болсын, қандай әдіс тәсілдерді қолдансақ та, оқушылар стикерге өздерінің несін жазады ғой, бүгін нақты сабақ ұнатқан жерін. Мына ақпаратты қабылдадым, осыны алдым, не болмаса, мына бір ақпаратты мен әлі де толықтыруым керек сияқты деген сөздерді жазып, тақтаға ілгенде, сол екі оқушыны жинатып алып, үй жұмысы ретінде беріп, олар сараптап жаңағыдай қанша ұнамды, қанша әлі де жақсарту керек деген сияқты, яғни әлсіз тұстарын, жаңағы жақсарту керек тұстарын бәрін жазып, ерекшелеп келіп, соны ертеңіне жаңа сыныптың алдында енді әртүрлі әдіс тәсілдермен ғой енді былай чатқа салса да, не болмаса қазір онлайн режимде мынандай Google Meet болсын, әртүрлі платформалар бар, сол жерде екеуі өз ойын бөлгені бұл маған қатты ұнап отыр. Өйткені екі оқушыны бірлестіріп жұмыс жасатып отырық қой. Мен осыны қазір өзіме түртіп алдым. Мен осы жақсы әдіс екен. Өйткені мұғалімнің де сіз өте жақсы рефлексия жасап отырсыз. Өзіңіз ой елегінен өткізіп, өзіңіз қорытындылап жатсыз. Рефлексия деген бұл қорытындылау, бір нәрсені шығару. Баяғыда біздің марқұм жақсы досымыз бар еді, Еркін Дүйсенбаев деген қызылордалық тренер. Ерте өмірден қайтып келді, иманды болсын. Сол кісі ылғи айтатын, жақсы адамның бір тамаша қасиеті бар. Жақсы адам ылғи үйрену үстінде дейді. Жақсы адам тіпті жаман адамнан да үйренеді дейді. Сондықтан да біз ылғи көкірегіміз даңғыл болса, көкірегімізге тоқып жүруіміз керек. Кімнен болмасын үйреніп жүру керек. Ол жас бола ма, ол үлкен кісі бола ма, тәжірибелі бола ма, білімді адам ба, білімсіз бе, үйрену керек. Үйрене беру керек. Дұрыс айтасыз. Және де екінші мәселе не үшін деген сұраққа жауап беру. Не үшін мен жаңағы стикерді қолдандым?
не үшін мен бағдаршамды қолдану деген сияқты. Мақсат жаңағы жақсаруда тұр. Мен қайтсем оқушылардың оқуын жақсартсам, және де өзімнің сабақ беруімді, яғни оқытуымды жақсартам деген мағынада. Түпкі мақсат осы болады. Сонда біздің әрекеттеріміздің бәрі бір қисынға, логикаға толы болады. Әбісі біз не үшін жасап жатырмыз? Құралақан еместігімізді көрсетейін, мен де құралақан емеспін, мен де бағдаршамды білем, я болмаса бас бармақты білем деген секілді. Оның қажеті қанша? Жаңағы стикерге жазғанның өзі осымен ерекшеленіп тұр ғой. Әр мұғалімнің қалай пайдаланғанында ғой. Тайм-менеджмент деген бар, сонда уақытты тиімді пайдаланып тұр мұғалім. Сонымен қатар мен мынаны ұқтым. Сыныпта оқушылардың деңгейінің барлығы бірдей емес. Мысалы 30 оқушы болса, 30-ның деңгейі 30 түрлі болуы мүмкін. Не болмаса, бір 3 түрлі деңгейде болуы мүмкін. Оның ішінде кейбір оқушылар бар, мүлдем сөйлемейді. Ол көпшіліктің алдында шығып өз ойын айтпауы мүмкін, бірақ ол сыни тұрғыда ойлана білуі мүмкін. Оның бір несі осы ортаға шығып өз ойымен бөлісе алмау. Мен мынаны осыны оқып тұрмын да, сондай оқушыларға бұл жақсы екен. Бірден сен айтасың емес, кезекпен екі оқушыден жазып қойып, мысалы келесі сабақта осы жұмыспен Ерлан мен Асия айналысады деген кезде, сонда мына қатарда кезекте тұрған жаңағы өз ойын еркін айтуға қысылатын бала, бірақ ол айттым ғой, жаңа сыни тұрғыдан керемет ойлануы мүмкін, сонда оған мүмкіндік келіп тұр. Яғни ол өзіне міндет, жауапкершілік артып, ол сөйлеуі мүмкін, сол неде әрекет жасауы мүмкін. Саралауға қайттан барып тірелетін мәселелер ғой. Мысалы, бұл жерде енді темпераментіне байланысты. Мен мысалы флегматикпін. Бір, екінші, Карл Густав Юнгтың терминологиясы бойынша айтатын болса, мен интровертпін. Ал бізде мысалы көбінесе экстраверттер, мысалы тренингте де байқайсың, экстраверттер қолдарын көтеріп, өз ойын айтып, ашық айтады. А интроверттер үндемей отырады. Мен де өзім интровертпін. Ешқашан мен мынада тренингтерге қол көтеріп, алға шығып сөйлеген емеспін. Өте сирек. Мен отыра беремін, бұғып отыра беремін. Оқушылар да сондай. Ал интроверт оқушыларға біз көмектесуіміз керек, оған жағдай жасамыз керек. Ол үшін әрине әр мұғалім өзінің оқушыларын енді 100% болмаса да 90%-ға білу керек қой, ерекшеліктерін. Біздің мына ұстаздардың ең басты мақсат міндеті әр оқушының әлеуетін ашу. Тура сол секілді, мысалы, әр мектеп басшысының, директорының басты мақсаты әр мұғалімнің жасырын әлеуетін ашу. Сондықтан да ашу болып тұр жерде. Яғни ынталандыру, шабыттандыру. Осы деңгейге біз шықсақ игі болар еді. Мұғалім және мектеп директоры. Жақсы. Енді аға, қазір мен сұрақтар келіп жатыр. Құрметті жас маман әріптестер, сұрақтарыңызды сіздер жаза беріңіздер. Мен қазір шетінен қойып отырмын. Мен қазіргі қойған, Асхат ағаға қойған сұрақтарым барлығы кешегі берілген осы YouTube каналында берілген сұрақтар болатын. Енді осы сұрақ көп қайталанған болатын. Мен қазір соның жауабын алсын деп сізге бірінші сол кешегі сұрақтарды қойып отырмын. Енді бүгінгі сұрақтарға қазір назар аударатын болсақ, жалпы мынандай бір сұрақ қойылып тұр. Сабаққа, мысалы, мұғалімдер бір-бірінің сабағына қатысады ғой. Сонда сабақты соңында біткеннен кейін әріптестер арасында талдау жүреді. Сабаққа қатысу жаңағы қағазын, парағын алып, сабаққа қатысады. Сабақ біткеннен кейін бір-біріне жаңағы кері байланыс береді. Сабақ қалай болды? Қай жері ұтымды болды? Қай жері сәтті? Қай жері сәтсіз болды деп. Бізде менің ойымша, енді мен өзім көп сондай талдауларға қатысып жүргенде мақтау сөз көп естемін. Бізде қазір мына бір сөз қатты неге айналды ғой, қолданысқа. Егер де сен адамды өшіргің келсе, шектен тыс мақтай бер деп. Өсіргің келсе, сындарлы кері байланыс беру керек деп. Осы бойынша айтып өтсеңіз, сабақ мақсатына, сабаққа кірген кезде қалай талдауға болады? Сабақ соңында. Өте күрделі сұрақ. Көп нәрселерге байланысты. Бұлай дейді ғой, адамның көңілі бір шөкім насыбайдан қалады. Немесе етің жаман дегенде ой өлгені май деген қазақта сөздер бар. Бұл жерде былай тартсаң,
өгіз өліп былай тұрсаң арба арба сынатын да жағдайлар болып тұрады. Неге? Өйткені күн тәртібінде адамдардың бір-біріне деген сенімі жатыр. Егер де бұл ұжымда сенім бар болатын болса, өзара сыйластық болатын болса, өзара көмекке негізделген қарым-қатынас болатын болса, бұл жерде барлығы түсіну керек. Егер менің сабағымда кіріп мені сынға алып жатқан болса, мысалы мен енді кейбір кемшіліктерімді айтып түзетіп жататын болса, мен түсінуім керек. Бұл кісілердің басты мақсаты маған көмектесу. Және де біз сабаққа не үшін кіреміз? Сол сабақтан бір нәрсе іліп қайту үшін. Жаңағы жақсы адам туралы айтып едім ғой. Жақсы адам тіпті жаман адамнан үйренеді деп. Сонда бұл кісілер менің сабағыма кірген себебі деп мен түсінуім керек. Біріншіден бұл кісілер менің сабағынан бір нәрсе үйренсем екен, екіншіден мен бір нәрсе үйренсем екен. Сондықтан да мен бәріңізге сенем, егер әрине бізде қарым-қатынас осындай жоғарғы сенім, сыйластық, өзара көмек деңгейінде жүзеге асырылған болса, мен сіздерге сенем, сондықтан да сіздің әр айтқан сөзіңізді мен қағып алып отырамын. Және де бұны өзіме бір көрсетілген жақсылық деп сезініп отырамын. Ал егер біздің ұжымда жаңағы сенім, сыйластық, өзара көмек кемшін болатын болса, онда әрине менің ең басты мақсатым әйтеуір сен тимесең мен тиме бадырам көз, әйтеуір жаңағы сіздің шымбайыңызға бататын бір сөз айтып қоймайын, сіздің көңіліңізге қарайын деймін де, содан кейін мен жалпылама кері байланыс жаңағыдай дәлелдерге негізделген емес, жалпылама кері байланыс беруім де ықтимал. Ой, сабағыңыз ұнады. Бағанағы оқушылар сияқты сабағыңыз ұнады, бүгінгі сабақ күшті өтті. Оқушылар да белсенді болды. Оқушыларға ұнағаны көрініп тұрды. Рахмет. Осындай сабақтарыңыз көп болсын. Келесі жолы бізге сабақ көрсеткенде бұдан да жақсы сабақ көрсетіңіз деген секілді ғой. Я болмаса, егер бізде тіпті қарым-қатынас ушығып кететін болса, мен біреудің сабағына кіргенде мен өшімді аламын. Өйткені бұл кісі өткен жолы менің сабағым кіріп, менің сабағым қырып кеткен деген секілді. Енді бірде бір жасайын деген секілді. Сондықтан да барлығы келеді, мына мұғалімдердің өзінің миссиясын, өзінің мақсатын дұрыс ұққанға барып тіреледі. Енді біз айтамыз ғой, мына кез келген ұжымның, кез келген ұйымның кәсіби капиталын адами капитал және әлеуметтік капитал құрайды дейміз. Солардың қосындысы. Адами капитал дегеніміз не? Адами капитал дегеніміз, мысалы, мектептегі әр мұғалімнің білімі, білігі, содан дағды, машықтар деңгейі. Ал кәсіби капитал дегеніміз олардың бір-бірімен байланыс құру деңгейі. Яғни мектепте әр мұғалімнің кәсіби байланыстары неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы болады деп есептелінеді. Демек, осы кәсіби байланыстарды біз бір жоғары, нағыз, мына тағы да қайталанып кеттім, бірақ нағыз кәсіби деңгейге қоюымыз керек болады. Мен түсінем, көп мектеп басшылары қарым-қатынасты жақсартуға ұмтылдырады. Бірақ олар тек қана тұлға аралық қарым-қатынасты жақсартады. Мысалы, біз бірге театрға барамыз, немесе көкке барамыз десе, бұл керек әрине. Бірақ мәселе кәсіби дегенді ұмытпауымыз керек. Сонда біз неғұрлым көп бір-бірімізге қарым-қатынас құратын болсақ, соғұрлым жақсы. Мысалы, егер мен мектепте істейтін болсақ, ал біздің мектепте 100 мұғалім болатын болса, мен соның бір 75 адам, енді 75% болып кетеді болса, солармен қарым-қатынасқа түсуім керек. Біреуімен мен ана бір комиссияда жұмыс жасауым керек. Біреуімен мен сабақты зерттеуге қатысуым керек. Біреуімен мен ана бір мектепке бірлесе барып, сол жерде сабақ өткізуім керек деген секілді ғой. Ылғи қарым-қатынаста болып отыр. Ал бұндай қарым-қатынас сонда мына жағымды кәсіби байланыстарға алып келеді. Ал кәсіби байланыстар өз деңгейінде, егер өз кезеңінде, мысалы, егер мен сабағыма кіретін болсам, маған тек қана кәсіби кері байланыс беруге, менің сабағымды кәсіби тұрғыдан талдап беруге ғана ұмтылдырады. Бұл жерде жалпылама жоқ. Мен екі тағы да мысал келтірген, біреу немқұрайдылық, әйтеуір сен тимесең мен тимей бадыран көз деген. Ал екіншісі кішкене өшпенділік.
өткен жолы сіз мені қырып кеттіңіз, ал енді мен сізді қырайын деген секілді. Әйтеуір сынақ астынан мен кір табамын. Тіпті жаңағы мені сынаған адам керемет сабақ өткізсе де бәрібір мен әйтеуір бір жаман жерін табамын ғой деген секілді. Сондықтан да осы деңгейге шығармас үшін бізде мектепте осы сенім, сыйластық, өзара көмекке негізделген қарым-қатынас болса екен. Бірақ бұл өте қиын. Қазіргі мектептің дағдарысы синергиялық сипатта деп есептеледі. Ал синергия дегеніміз біз егер мына күш жігерімізді, ынтамызды қосатын болсақ, олар геометриялық прогрессияда өседі. Яғни, мысалы, қараңыз, біз екеуміз егер бірлесе жұмыс жасайтын болсақ, біздің күшіміз, энергиямыз 2 есе өспейді, 7 есе өседі. Ал егер 3 адам болып бірігетін болса, 49 есе өседі. Еселеніп тұр ғой сонда. Еселеніп тұр. Геометриялық та емес, мен білмеймін, енді математика емеспін, сондықтан да болады. Геометриялық прогрессия болатын болса, ол 9 есе ғой. Үшеуміз, мысалы, 9 есе болып кетеді. Ал бұл жерде 49 есе. Өкінішке орай, мектеп, мен енді өткен жолда айтқан болатын осы туралы, мектеп мұғалімдері басы қосылмай, және де кәсіби мақсатта басы қосылмай, ал кәсіби мақсат дегеніміз не? Біз өзіміздің жұмысымызды жақсартайық, оқытуымызды жақсартайық, тәжірибемізді жақсартайық, шеберлігімізді жақсартайық деген деңгейде қосылмай, әрине мұғалімнің жұмысы мардымайды. Дұрыс айтасыз. Бірлесіп, қауымдастық дегеннің барлығы осыған келіп тіреледі ғой. Тек қана бірлесіп жұмыс жасау. Басқаша болмайды. Бұл енді дәлелденген жайт. Бұны енді атам қазақ та айтып кеткен. Бұны соңғы зерттеулер, мысалы, жаңағы Маккинси компаниясының зерттеуі, немесе кешегі шыққан Джон Хеттидің зерттеуі бәрі. Сонда 286 оқушының оқуына ықпал жасайтын 286 фактордың бірінші орындағысы мұғалімдердің бірлесе әрекеттері. Басқа ешнәрсе жоқ. Дұрыс айтасыз. Міне мына осы ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталықтың өзі қазір Алматы қаласы білім басқармасымен бірлесіп қазір жұмыс жасап отыр. Міне сізді шақырып отырмыз. Сіз арқылы біз Алматы қаласының жас мамандары енді ғана еңбек жолын бастап, мектепке қадам басқан, жайнап, жарқырап, міне жанып, жалындап келген жас мамандарға қанат біттіру, осы ары қарай жолдарына қалай дұрыс бағытқа түсу керек, қалай дұрыс жұмыс жасау керектігіне көмек болсын, бір септігін тигізсін деп, осы жерде екі ұйым бірлесіп отыр. Осы мына ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталықтың өзі осы бастаманы көтеріп, осы Алматы жастарына көмек көрсетіп отыр. Міне осы қазір тыңдап отқан жас мамандар, бұның барлығы сіздер үшін, сіздерге көрсетіп отқан қолдау, екі орталықтың, яғни білім басқармасы Алматы қаласының және ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығының. Бұл жерде қазір тыңдап отқан тыңдаушылардың арасында тек қана Алматы жастар емес, интернет желісінен көрген ғой, 3 күндік семинар болады деп, сонан басқа облыстан да сұраныс беріп, осы бізде қатыссақ бола ма, семинардың тақырыбы біз үшін өзекті, біз білгіміз келеді, білгенімізді әлі де толық жетілдіргіміз келеді деп қызығушылық білдірген жас мамандар да отыр ішінде. Атап өтетін болсам, ол облыстар міне Ақтөбе, Ақтаудан қатысты, Павлодардан қатысып отыр, Қызылорда қаласынан және мына оңтүстік Қазақстан, қазір Түркістан болып кетті. Шымкент қаласының өзінен қазір сұраныстар келіп, осы тыңдап отыр. Енді бұның барлығы бірлескен жұмыс болып есептеледі. Енді соның ішінде кеше жазып отыр, басқа облыстың қатысқан жас мамандарынан мынандай ұсыныс түсіп отыр. Біздің облысқа да неге осындай өткізбейміз деп. Енді бұның барлығын алдағы уақытта осы ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталық қолға алатын болады. Бұл бастамасы, бұл жалпы Алматы қаласынан бастап, енді басқа облыстарға да шығып осындай семинарларды ұйымдастыратын болады. Жақсы идея, жақсы идея. Енді ары қарай қазір тағы сұрақтарға қояйын. Мұғалімдер өзін өзі бағалаған кезде
қалай кері байланыс береді дейді. Бұл рефлексия. Кері байланыс емес, рефлексия. Бұл рефлексия. Бұны жазып отқан, міне, әріптесіміз сұрақты былай қойыпты: мұғалімдер өзін-өзі кері байланысты қалай берсе болады? Бұл кері байланыс емес, кешірім өтінеміз, рефлексия болу керек. Жаңа ғана Асхат аға жақсы айтып өтті деймін. Тағы да бір толықтырып жіберсеңіз осы бойынша. Мысалы, өзімізге өзіміз кері байланыс беретін болсақ, бұл рефлексияға айналып кетеді. Өйткені біз өзіміз бағалап отырмыз, жұмысымызды талдап отырмыз, және өзімізге өзіміз есеп беріп отырмыз. Бұны енді дағдыға айналдыру керек. Абайдың сөзі бар еді ғой: есті адамдар қатарында болған кезде күніне бір рет, немесе аптасына бір рет, я болмаса айына бір рет өзіңе өзің есеп бер деген. Міне есеп бер деген осы. Және әрбір әрекет, әрбір сөйлеген сөзіміз рефлексиямен аяқталу керек. Мысалы, мұғалімнің ең мүмкін мына қысқа мерзімдік жоспар, оның әр рефлексиясының негізі болатын шығар. Мысалы, сабақ өткізді, ал ана қымжыда, қазір енді 130-ші бұйрыққа дейінгі қымжыда бар еді ғой, рефлексия деген. Мысалы, жаңағы 3 сұрақ қойылады, деген сияқты. Міне осыған жауап беру керек. Осыған жауап беру керек. Ең басты рефлексия, мұғалімнің рефлексиясы осы. Сабақ аяқталды, құтылдым емес. Сабағымның мен плюстері қандай болды. Негізі сонда 3 сұрақ қой, кері байланыспен рефлексияның 3 сұрағы. Плюс, минус, және де ары қарай не жасау керек деген. Жұмысымды қалай жақсартамын деген. Сонда сабақ аяқталды, мұғалім ойлану керек. Бүгін мен сабағымның плюстері қандай болды? Себебі қандай? Минустері қандай болды, оның себебі қандай, енді не істеуім керек мен осы сабағымды қалай жақсартамын деген мағынада. Ал мысалы мен мына директордың оқушы жөніндегі орынбасарларға айтамын: сіздер деймін, қазір мына қымжыны 2 рет тексерсеңіздер жақсы. Бір рет сабаққа дейін, яғни қымжы бар ма жоқ па деген мағынада, және ол талаптарға сай ма жоқ. Ал екінші сабақтан кейін, ал мысалы Бағила апай сабақ аяқталғанына, мысалы, түске шейін сабақ болды, түстен кейін маған ана қымжыңызды тағы алып келіңізші, мен көрейін. Сіз рефлексия бөліміне, сабақтан кейінгі бөлімге не жаздыңыз? Тура жаңағыдай ғой. Мысалы, тапсырма, мен жаңа айттым, тапсырманы орындаудың 3 кезеңі бар. Тапсырманы орындауға дейін, тапсырманы қалай орындаймыз деп талқылаймыз. Тапсырманы орындау, тапсырманы орындағаннан кейін тапсырманы қалай орындадық деп талқылаймыз. Сабақтың да, қымжының да 3 кезеңі бар. Мысалы, сабаққа дейін, ол жерде мақсат, бағалау критерийлері, құндылықтар, соның бәрін жазамыз. Одан кейін сабақтың өзі, ал содан кейін сабақтан кейін рефлексия. Сонда осы рефлексия жасалды ма, жаңағы Бағила апайдың, жоқ жасалған жоқ па деп, ол жерге жазылды ма? Көп жазудың қажеті жоқ. Ол жерге 1-2 сөйлем жазса да болады. Мысалы, бүгін сабақта не жақсартар едіңіз деген 1-2 сөйлем жетеді сол. Соны көрген дұрыс. Бірақ әріптесіміз өте дұрыс сұрақ қойып отыр. Рефлексиясыз жаңа білім болмайды. Біз тек қана рефлексия арқылы ғана жаңа білім қалыптастырамыз. Оқушы болсын, мұғалім болсын, бәрібір. Сонда өмірдің негізі рефлексия деп айтуымызға болады. Баяғыда дәстүрлі оқыту заманында білім беру жүйесінің басты мақсаты білімді тұлға қалыптастыру болады. Қазір жалпылама айтатын болсақ, рефлексияшыл тұлға қалыптастыру біздің негізгі мақсатымыз. Яғни өзінің әрбір әрекетіне жауап бере алатын адамымыз. Дұрыс айтасыз. Осы әріптесіме риза болып отырмын. Алғысымды білдіргім келеді. Алмас әріптесіміз екен, жас маман. Жалпы осы кісінің қойған сұрағы арқылы біз әлі де рефлексия мен кері байланысты толығымен тағы да қамтамасыз етіп ақпараттандырдық, және біздің бүгінгі семинарымызды қорытындылауға келіп отыр осы сұрақтың нәтижесінде. Қазір мен сұрақтарды қарап отырмын. Жас маман әріптестеріміз сұрақтарын толықтай жауап алған сияқты, дегенмен де сұрақтардың басым көпшілігі бір-біріне ұқсас болып келіп тұрдағы. Сол үшін мен ай бетпеңіздер, менің сұрағым оқылмай қалды,
жауап берілмей қалды демеңіздер. Барлығы мағыналас, бір-біріне ұқсас сұрақтар болып тұр. Сондықтан мен жинақтап нақты соның барлығына жауап алатындай қамтамасыз етілетіндей етіп қойдым сізге сұрағын. Бірақ мына жерде көптеген алғыстар жазылып жатыр, рахмет айтып жатыр, иә. Жас педагогтармен үнемі жоғарғы буынды әріптестер бірге тығыз байланыста болса екен дейді. Бұл енді ұсыныс ретінде қабылдаймыз, иә? Бұл тіпті міндет десе де болады. Осыны жазыпты. Жас мұғалімдерге мен айтар едім. Ылғи айтатыным сол, мектепте сіздерде міндетті түрде тәлімгер болу керек. Тәлімгеріңіз болу керек. Тәлімгер деген кім? Сіз ылғи көмек ала алатын, сіз ылғи сұрақ қоя алатын, және соған жауап ала алатын. Әйтпесе жақында жас мұғалімдермен әңгімелестім. Айтады, ағай, ондай біздің мектепте жоқ дейді. Біреуден, үлкен кісіден тәжірибелі. Енді әріптесімізден бірдеңке сұрасаң, өзіңе ұрсады. Не соны да білмейсің бе деп. Мен күлдім, ол кісілер өздері білмейді бұл сұрақтың жауабын. Сондықтан да сіздерге тарпа бас салып жатыр. Соны да білмейсің бе деп. Ішінен, ойбай, мен оны білмейді екенмін деп жүре беретін шығар. Сондықтан да тәлімгерлік бұл да үйренудің негізі. Біз қалай үйренеміз? Бағана айттық қой, біреуден үйренеміз. Тәлімгерден үйрену керек. Бірақ бұл жерде мен жастарға айтайын дегенім, бұл жерде сіздер өздеріңіз белсенді болуыңыз керек. Мысалы, бір жас мұғалімді маған тәлімгер қылып қалды. Маған керек пе ол? Маған ол үшін ақша төлемейді ғой. Мен тәлімгердің артынан жүгіріп жүрейін бе, кетсін деп, өзім шаршап тұрмын деп үйге қайтамын. Ал егер ол менің артынан жүгірсе, мені үйге шейін шығарып салса, соны үйге шейін шығарып салып, енді ауылдық жерде, мысалы үйге немесе автобуспен қалада бірге бір жарты сағатта жүруге болады ғой. Сол кезде өзін толғандыратын сұрақтарын қойып алып, менен бір нәрсе біліп алса, мен қарсы емеспін. Сондықтан да жастар не болу керек? Белсенді болу керек. Өйткені бұл сізге керек қой. Ынта болу керек бұл жерде жастар. Ынтасыз ештеңе болмайды. Дұрыс айтасыз, аға. Енді бұл сұрақты қоятынды, не қоймайтын білмей отырмын. Сабаққа қызығушылығы жоқ балаларды қалай алға тартуға болады? Қалай қызықтыруға болады деп сұрақ қойып отыр. Енді осыған жауап берсек, әрине уақыт өте тығыз, дегенмен де жауап берейік, аға. Осыған жауап алсын. Ең бастысы, мұғалім оқушыға қалай ықпал жасайды? Егер мұғалім тұлға болса, ықпал жасайды. Ағылшындардың мынандай бір мақалы бар ғой, балаңды тәрбиелеме дейді, бәрібір өзіңе тартады, одан шығып өзің тәрбиеле дейді. Соны тәрбиелеудің ең тиімді құралы үлгі болу. Біз сабақта оқушыларға үлгі болатын болсақ, оқушылар бізге қарап бой түзейді. Егер мен өзімнің пәніме ғашық болатын болсам, оқушыларды да ғашық жасаймын ғой. Осы мен бір эссе жазғам, Алматыда 141-ші мектептен жаңа мұғалім келген, Шыңғысхан деген. Кеше ғана тарих сабағы болатын күннің алдында жылап жүрген балалар енді бәрі кенет тарихшы болып кетеміз. Бәрі тарихшы боламыз деп ұмтылып жүрді. Неге? Сол Шыңғысхан ағайдың арқасында. Шыңғысхан ағай өткені өз ісіне, яғни тарихқа ғашық адам екен. Балалардың бәрі тарихшы боламыз деп жүр. Бәрі келетті. Ыбырай Алтынсариннің айтқаны бар ғой, мұғалім мектептің алтын жүрегі. Соған барып тіреледі. Мұғалім қандай, оқушылар да сондай. Егер мұғалім өз пәніне ғашық адам болып, ғашық адам ретінде сабағын өткізетін болса, оқушылардың бәрі сүйет бұл пәнді. Ал егер ол қалай болса солай өткізіп жүретін болса, оқушылар да сондай болады. Сондықтан да бәрі менің ойымша мұғалімге байланысты болады. Ал егер қызықтырамыз десе, бұл енді нақты тәсілдер өте көп қой. Оны енді қазір айтып, әрине уақыт бізге жетпейді айтуға. Дұрыс айтасыз, аға. Енді осы жерде барлығы да мұғалімге байланысты деген сөзіңізден қазір ойыма бір мынандай сөз келіп тұр. Жалпы оқушыны қызықтыру үшін де мұғалімнің өзінің жеке тұлға ретінде, педагог ретінде өзі де ықпал жасау керек сияқты. Мысалы, осы тұрған тұрыста. Мен айтар едім, сабақтың табысты болуы неге байланысты? Бірінші, мұғалімнің тұлғасына байланысты. Ең бастысы. Екіншісі, мұғалімнің қарым-қатынас құралуына байланысты.
Үшіншіден, сабақтың мазмұнына байланысты. Яғни сабақта мазмұн деген не? Тапсырма және қоятын сұрақтар. Мұғалімнің тапсырмасы және қоятын сұрақтар. Төртіншіден, оның өз пәнін біліп сүюіне байланысты. Бесінші орындағына әдістеме деп ойлаймын мен. Біз көбінесе бірінші орынға әдістемені шығарып жібереміз. Мен әдіс тәсіл берсең маған, мен тура балаларды қызықтырамын деп жоқ, қызықтыра алмайды. Егер тұлға, екіншіден қарым-қатынас, үшіншіден өз пәніңді сүймесең, төртіншіден мазмұнды жақсартпасаң, дым шықпайды. Жақсы, дұрыс айтасыз аға. Енді тағы да қайталап айтамын, жас маман әріптестер, мен жинақтап қойдым, бізге бүгін Асхат аға көп мәліметтер бердіңіз. Енді осы жас мамандарға сіз жалпы республика көлемінде өзіңіздің осы кәсіби маман ретінде педагогикалық брендіңізді қалыптастырған тұлғасыз ғой, былайша айтқанда. Енді Фейсбуктан да сізді оқып жатамыз. Барлық енді педагогикалық шеберлік орталығында курсқа қатысқан әріптестерден де көп естіп жатамын. Осы Асхат ағаның курсына қатысқым келеді. Мен өзім де жақында басқару менеджменті осы курсында оқып жүрмін, қазір ПШО-да. Сонда менің курстастарым десем де болады енді. Сол кісілердің өзі сұраныс білдіріп жатыр. Бір күндік сабақты, сіз жоқ екенсіз ол программаның ішінде, бірақ бір күндік сабақты арнасыншы бізге деп. Біз сізден үлгі алғымыз келеді. Сіз осы педагог ретінде өз брендіңізді қалай қалыптастырдыңыз? Жалпы қазір жас маман әріптестерімізге, ұстаздарымызға, сіз осы жолға түсу үшін, осындай жетістікке жету үшін педагог қандай болу керек? Сіз қандай ұсыныстар, қандай тілектер айта аласыз? Рахмет. Енді бренд деп айтудың кішкене қисыны жоқ секілді. Өйткені мен өзімді ондай деңгейдегі педагог деп есептемеймін. Мен жай қарапайым қатардағы жауынгермін, қатардағы педагогпын деп есептеймін өзімді. Енді не істеу керек? Ең бастысы ынта. Ынта болса, үйренем деп мына бір перфекционистік бір ұғымдар болса, яғни ылғи жақсаруға ұмтылу. Мысалы, егер мен әке болсам, мен ең жақсы әке болуға ұмтылуым керек. Мен біреудің жары болсам, ең жақсы жар болуға ұмтылуым керек. Егер мен тренер болсам, мен ең жақсы тренер болуға, мен мұғалім болсам, мен ең жақсы мұғалім болуға ұмтылуым керек деген мағынада. Сол алдымызға осындай бір биік, асқақ мақсаттар қойып, сол мақсатқа жету жолында мен шаршамайтындай деңгейде, дәрежеде болу керек. Ол үшін көшбасшы болу керек. Көшбасшы деген кім? Мына барон Мюнхгаузен туралы әңгімелер бар болатын. Сол маған бір қатты ұнайтын әңгімесі бар. Су айтты ғой, біздің суды Ахмет сияқты өтірік айтады. Барон Мюнхгаузен бір рет дейді, мен батпаққа атыммен бірге түсіп кеттім дейді. Сонда атым батпақтың ішінде, өзім де мына неге иегіме шейін батпақтың ішіне кіріп кеткен дейді. Ешкім жоқ қасымда. Соны не істедім дейді. Өзімді өзім шашымнан ұстап батпақтан атыммен бірге суырып алдым дейді. Сонда көшбасшы деген мақсатқа жету жолында өзін қинайтын, өзін қышай алатын, өзін мәжбүрлей алатын, бірақ тығырықтан шығарылатын адам. Сонда да мен жастарға айтар едім, тоқтамаңыздар, тек қана тоқтамаңыздар. Ол үшін не істеу керек? Мақсатқа жету жолында шаршамау керек. Ең бірінші мезетте көбірек оқу керек. Мүмкін біз алдымызға мынандай мақсатта қойған дұрыс шығар, ең кем дегенде айына бір кітап оқиық деп. Дұрыс айтасыз. Дұрысы аптасына бір кітап оқып отырған. Сол кітаптардың оқимыз, бірақ соның жиынтығы ертең ана критикалық масса ретінде бәрібір бізге бір жақсылық әкелетін сөз. Сондықтан да бүкіл өмір бойы үйрену қағидасына сәйкес жұмыс жасау керек деп есептеймін. Мына сиқыр тек қана ертегіде болады. Мысалы, күлше қыз Золушка немесе Синдерелла дейміз ғой, оның барлығы тек қана ертегіде болады. Ал өмірде тек қана мына мақсатқа, сәттілікке жеткізетін ауыр жұмыс қана. Күнделікті жұмыс істей беру керек. Соның нәтижесі болады. Соған сену керек, және де соған дайын болу керек. Ең бастысы осыған. Жақсы, рахмет аға, сізге үлкен алғысымыз шексіз. Сіздерге рахмет.